Саламатсыздар ма? Менің каналымның тұрақты көрермендері мен қонақтары. Бүгін мен сіздерге бір мотивациялық видео ұсынғым келіп отыр. Егер естеріңізде болса, осыдан біраз уақыт бұрын мен сіздерге ағылшынды оқудағы ақыл кеңес ұсынған видео жасаған едім. Соның ішінде айтқам, менің туған сіңілім ағылшынды өз бетімен оқып үйреніп, қазір халықаралық дәрежедегі компанияда жұмыс істейді деп. Қазір өздеріңіз білесіздер, карантин, көптеген компаниялар онлайн жұмысқа шығып жатыр. Сөйтіп, менің сіңілімнің де компаниясы онлайн жұмысқа шығыпты. Қазір үйде жүр, осы Өскеменде. Сол бүгін оның жиналысы болған кезде мен оны білдіртпей сол жиналысын жазып алдым. Ол ағылшынша жаңағы өзінің компаниясындағы бастықтармен жиналыста отыр еді. Солны тыңдап көріңіздер, өз бетімен оқыған адамның қандай дәрежеге жеткені. Екінші, мен бір кішігірім интервью жаздым. Қалай ол өз бетінше бастады, қандай қиыншылықтар болды, неден бастады деген сияқты. Сол ағылшынды жаңа нөлден бастап оқып, халықаралық дәрежедегі компанияда жұмыс істейтін деңгейге жету қиын, бұл мүмкін емес деп ойлап жүрген мүмкін менің оқырмандарым, менің каналымның қонақтарының ішінде сондай адамдар бар шығар. Сол кісілерге қанат беру үшін, сол кісілерге алынбайтын қамал жоқ, әркімнің өзі тырысса, талпынса істеуге болады деген мотивация беру үшін мен бүгін осы интервьюді жаздым. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Сұрақтарыңыз болса, әдеттегідей пікірге жаза кетіңіздер. Осыдан кейін әдеттегідей сабақтарымызға көшеміз. Well, yes, I'm aware of the situation. This process has stopped due to quarantine time, and at the moment responsible people sent me email saying that their intention is to continue this process when we arrive to site. But when you arrive to site, you're not going to have time. I think everybody is working remotely at the moment. Everybody has access to these documents. And my personal opinion is we have to gather it now and close the situation currently during this 1 month. Yes, exactly. All right, I'll do it then. I'll send email and I'll push them via management. Yeah, thank you. Yeah. Okay. Сонымен өздеріңізге айтқан менің сіңілім, менің туған сіңілім Арай. Осы Арайдың қазір мен сіздерге кішкене интервью алып бергім келіп отыр. Өйткені ешкім, көп адам сенбеуі мүмкін, қалай нөлден бастап оқып, халықаралық компаниялар жұмысқа тұрады, ол мүмкін емес нәрсе деп. Сол мүмкін нәрсе оған менің сіңілімнің қолы жетті. Сонымен Арай, менің оқырмандармен амандасып қой. Саламатсыздар ма? Иә. Енді сен ағылшын тілінде еркін сөйлейсің қазір бүгінгі таңда 2020 жылы, бірнеше халықаралық шетелдік компанияларға жұмыс істедің. Осыған сен қалай келдің? Ағылшынды ең бірінші неден оқып бастадың? Жақсы, ең біріншіден мен сіздерге айтқым келеді, нөлден бастап үйде отырып ағылшын тілін үйренуге болады. Адамның істегенін адам істей алады. Бұл істелінетін нәрсе. Мен қалай білдім ағылшын тілін? Біз мектеп бітіріп шықтық. Әрине мектепте ол кездері аптасына 2 рет 3 рет ағылшын тілі оқылатұғым. Бірақ мектеп бітіргеннен кейін мен 2003 жылы қайттан жаңғыртып сол ағылшын тілін қайттан меңгере бастадым. Неге? Оған себепкер болған менің апайым Құралай. Ол кезде ол шетелдік компанияда жұмыс істейтін. Құралай маған мотивация берді. Егер сен ағылшын тілін білетін болсаң, сен де шетелдік компанияға барасың, жұмыс істейсің деп. Бірақ ол кезде оның бәрі маған ертегі сияқты, аңыз сияқты көрінді. Дегенмен де тілдің өзі маған қатты ұнайтын, ағылшын тілі. Мектептен яғни. Мектептен яғни. Мен өзімді ағылшынша үзбей сөйлеп тұрғанды елестететінмін. Қашан мен сондай қалыпқа жетеді екенмін. Тіпті ол керек болмаса да тілдің өзі маған ұнайды. Содан мен саған сөйтіп айттым, енді сен қай кезде бастай бастадың осыны? 2003 жылы Қазақстандағы қазақстандық жергілікті компанияда жұмыс істеп жүрсем де, мен 2003 жылы бастадым. Неден бастадың? Бірінші күніңді есіңе түсірші. Бастаған кезде енді мен сөздерді білем, жалпы сөз қорым болды былайша. Сол сөздерді қайттан есіме түсіре бастадым. Қандай сөздерді білемін мен, қарапайым сөз болса да.
Сонан кейін мен топик деп айта аламын ғой мектеп кездеріндегі, сол топиктарды қайтадан жаттай бастадым. Жаңағы my working day, менің арманым, my city, my family, көп болар да. Соларды қайтадан жаттай бастадым. Сосын былай қарасаңыздар, барлығы бірақ методика жаттау, өте қарапайым методика. Жаттау. Онан кейін кітаптарды алып, кез келген бір текстті ағылшынша мәтінді алып аударатынмын. Бірақ бұл 2003 жыл, ол кезде интернет жоқ па, әлде бар болса да мен білмеймін ба. Жақсы дамымаған. Қазіргідегідей YouTube, Instagram деген көп мүмкіншілік жоқ. Бәр мүмкіншілік үйдегі кітаптар ғана. Кітап словарьдан қарап, иә? Google Translate'ке қазір алып, қандай күшті да, телефоныңызға да қазір приложение қоя саласыз, кез келген сөзді аударасыз. Google Translate'те тұрады сізге көмекке, YouTube'дан, Instagram'нан қазақша оқығыңыз келе ме, орысша оқығыңыз келе ме, қандай оқытушы керек, емін-еркін таңдап алып оқуға болады. Қазіргі мүмкіншілік тіптен көп. Мен сол мүмкіншілік жоқ кездің өзінде солай дамыттым. Ал сіздерде ол мүмкіншілік тіпті еселеп көп деген сөз. Сондықтан еңбек ету керек деп ойлаймын мен. Күніне жоқ дегенде 30 минут, әйтпесе күніне 1 сағатыңызды ағылшынша бір нәрсе істеуге арнаңыз. Егер сіз шынымен де ағылшынша сөйлегенді қаласаңыз, ағылшынша сіз отырып ойланыңыз, ағылшынша күніңіз қалай өтті жазыңыз, ағылшынша бір нәрсе топик жаттаңыз, ағылшынша оқыңыз. Ақырын сөйтіп істесең, өзің көп результатқа жетесің. Бір достар тауып алыңыз, қазір сайттар өте көп. Сөйлесу үшін, орысша үйренгісі келеді, а сіз ағылшынша сөйлесіңіз. Қазір мүмкіншілік өте көп. Ең бірінші қандай қиындықтар болды осы оқу барысында? Оқу барысында мен өз бетімше оқығандықтан мен білген жоқпын, мен дұрыс оқып жатырмын ба, дұрыс оқымай жатырмын ба. Онан кейін мен қазақ мектебін бітіргендіктен, мысалы қатты деген сөз 2 тын оқисың да. Сол сияқты мен sitting деген сөзді sitting деп айтатынмын. Яғни менде оқылу және айтылу қиыншылықтары болды. Себебі мені үйретіп отырған, үнемі қасымда тұрып үйретіп отырған адам болған жоқ. Мен өзім қалай оқыдым, солай жаттап алдым. Сондықтан да балалар талкіт деп айта салады. Токт дегенде талкіт деп айта саласың, иә? Потому что талкіт деп жазылып тұр да. Токт деген мен кейіннен жөндедім оны, жылдар өтіп бара жөндедім. Үйренгеннен кейін мен ұялмай сол талкіт сеттингмен жүре бердім. Мен ол қатерлі, мен ұялғанда жоқпын. Яғни Арайко, мына жерде бірінші шаруа ағылшынды 0-ден бастап оқысаң, міндетті түрде мұғаліммен оқы деп қойсаңшы, мен сондай курсым бар ғой. Міндетті түрде мұғаліммен, акценті жақсы, дипломы бар, іс тәжірибесі бар мұғалімді таңдау өте маңызды. Себебі сол мұғалімге еліктейсіз сіз. Мұғалімнің біліміне байланысты сіздің грамматикаңызда дұрыс дамиды, мұғалімнің акцентіне байланысты сіздің акцентіңіз де дұрыс дамиды. Қазір сол қазақша акцент менде қалды. Бірақ мен оған ұялмаймын. Неге? Себебі бұл ағылшынды тілін мен 4 жыл 5 жыл өмірімді сарп еткізгем жоқ. Университетте арнайы ағылшын тілін оқыған жоқсың. Университетте арнайы ағылшын тілін оқыған жоқпын. Мен бұл ағылшын тілін жай ғана хобби ретінде үнемі ғана алып жүрдім. Даже сенің курсқа төлейтін ақшаң болған жоқ, чисто өзің оқыдың, сен сол кезде? Өзім, негізін бәрін қалаған мен өзім сол кездерде. Сосын тілді жақсы көру керек, мотивация болу керек. Дұрыс мұғалім таңдап алғандарыңыз абзал. Жақсы. Енді осы ағылшынды оқып жүріп, сен Атыраудағы шетелдік компанияларға резюмеңді бере бердің. Бір күні бір компания сені интервьюге шақырды. Жұмысқа алды. Алғашқы ағылшынды пайдаланудың қызықтары мен қиындықтарын 1-2 мысалмен келтіре аласың ба? Ешқандай қызығы жоқ деп айтуға болады. Қой сен өйтіп маған оқырмандарым дейтіп қиналдырма сен. Себебі мен 2003-те бастадым деп отырмын, қараңыздар. Мотивация жоқ болғаннан кейін оны тастап кетесің да. Бірақ мен оны тастамай қайттан 3 айдан кейін айналып келем. Себебі маған тілдің өзі ұнап тұр. Онан кейін бір курсқа барам, ақша бітіп қалды, тастап кетемін деген сияқты. Үзіп жүріп жүрген кезде 2007 жылы мені халықаралық компанияға жұмысқа шақырды. Ол жұмысқа орналасқан өзі өте қызық. Енді жаңа қызығы жоқ дедім, қазір қызығы бар екен. Жұмыс орналасқан өте қызық. Қызығы мен разговорный речь бытовой тілде ғана сөйлесіп жүргем. Енді бұл жерде мен офиста отырып интервьюді ағылшынша тілінде беруім керек болды шетел азаматына. Сол кезде маған құралай жазып берді, жаңағы не бітірдім, барлығын ағылшынша жазып берді. Мен соны жаттап алдым. Интервью кезінде мен бас салып соны айта бердім. Сосын интервью алып отырған шетелдік азамат мені тоқтатса, ол сұрақ қойған уақытта мен көп ойланам, бір ғана сөзді түсінем де, жай ғана дүдамалмен өзіме жасаймын. Топшалап, бопсалап жауап бересің, иә? Яғни бұл кісі осылай деп сұрап тұр екен ғой деп, жаңа білген сөздерімнен әйтеуір құрап жауап беремін де, сосын үндемей отырғап, әлі текстті есіме түсірем, қандай келбедім, содан текстті қайта
айттым. ары қарай жалғастыра бересің. Ары қарай жалғастырамын. Иә. Жаттап алған Иә. тақпақ сияқты, енді Иә. тақпақ қылып айтпаған шығармын деп өзім үміттенемін енді. Иә. Бірақ сол жаттап алған өзім туралы топиктің арқасында мен жұмысқа орналастым. Финансист болып, иә, сен салаң қаржы ғой, балаларға айта кетті, иә. Есеп қаржы бөліміне, Иә. есеп қаржы бөліміне орналастым. Басында өте қиын болды. Себебі практика мүлдем болмады менде. Мен ағылшынды жақсы білем деп өзім үлкен баға берген екем. Бірақ жақсы білгенмен де опыттың жоқтығынан маған сөйлесу де жазу да өте қиындық әкелді. Шетелдік азаматтар сөйлей бастаған кезде әр шетелдік азаматтардың өздерінің акценттері болады. Содан кейін жаңа эмоцияға берілесің, қазір түсінбей қалсам абдырайсың, сасасың, терлейсің деген сияқты, иә. Толқығандықтан мен ол кісінің не айтып тұрғандарын түсінбей қалатын жағдайда жүрдім. Сол кезеңде бір айлар жүрдім. Бірақ бұл соншама жеңбейтін период емес қой, бұл жеңесің ғой, шығасың ғой осы периодтан. Ең қуаныштысы, мен сол ортаға түстім. Ағылшынша керек ортаға түстім де, менде үйренсем екен, неге мен үйренген заттарым шықпай жатыр, мен білгенім қайда сонда деген сияқты желаниялар шыға бастады. Кейіннен мен ағылшындардың айтып тұрған, ағылшын емес, жаңағы шетелдік азаматтардың ағылшынша сөйлеп тұрғандарын түсініп, бірақ өз ойымды жеткізе алмайтын бір халде болдым. Вроде бы бір сөздерді біліп тұрасың, бірақ соларды құрай алмайтындай. Вроде бы шақтардың бәрін біліп тұрмын. Келер шақта айтқан кезде willді қосу керек, өткен шақта айтқан кезде edді қосу керек, бәрін біліп тұрмын. Бірақ соларды қолма-қол қолдану қиыншылық үстінде. Артына ішіне бүйтіп шықпай қалады, иә, сөйлемдер. Олар қайтып шықты, ол қай кезде келді өйтіп шығу сөйлемдердің еркін? Ең бірінші спокойствие, сабырлық сақтау, екіншіден абыржымау, сосын ұялмау. Шетелдік азаматтар саған күлсе, сосын біз қазақтар бір-біріміздің жаманшылықтарымызды көруге әзір тұрамыз. Менің қазақ коллегаларым да болды, сен ағылшыншаң қалай қызық. Мен ешқайсысын абдыраған жоқпын да, мен ұялған да жоқпын. Мен ағылшыншам осылай, мен себебі 4-5 жыл оқып келген адам емеспін ғой, мен есеп қаржы бөлімінде оқыдым. Мен жай ғана қосымша ғана оқып өз бетінше оқып жүрсің. Өз бетінше. Ұялмау, абыржымау. Қате сөйлеп тұрсаңыз да ұялмаңыз. Ұялмай сөйлей беру, жаза беру, оқи беру. Ол кезде телефоннан тыңдау деген жоқ. Кассета сатып алады ғой, и кітап. Сол кассетаны қосып қойып, кітапты нетіп отырып, кассетаға еліктеп сөйлеу. Соның арқасында алғашқы ағылшынша білімдері осылайынан дамыды. Жақсы онда, Алико, саған көп рахмет. Менің оқырмандарыма қанат бітіретін, ағылшынша нөлден бастап оқып, халықаралық дәрежедегі компанияға жұмыс істейтін деңгейге дейін жетуге болатынын сен бүгін жақсылап түсіндірдің деп ойлаймын. Әрине, иә. Онан кейін адам не нәрсеге қол созса, сол нәрсеге өмір өзі сізге сыйлыққа әкеліп тұрады. Кейіннен басқа компаниялар тегін оқуға жіберді. Кейіннен маған шетелге шығып кетіп оқуға болды. Бірақ соғанға дейін менің өз бетімше қалап алған жақсы негіз болды. Сондықтан да мен сіздерге талмаңыздар деймін. Сіздердің 2000 жылдарға қарағанда қазіргі мүмкіншіліктер өте көп. Сол мүмкіншіліктерді жіберіп алмаңыздар деймін. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет көп-көп.